қамшы сөзінің мағынасы туралы деректер қарастыратын боламыз. Соның ішінде түрік сөздіктерінде қамшы туралы не айтылғанын көреміз. Жалпы қамшы деп түркше қамшы, қырғызша қамшы, моңғолша ашурга, якутша ылғат, ұйғырша қамчы, арабша саут, парша шалақ, қамшы атау ерте сөздіктерде бұл берге салур деп айтылады екен. Берге салар, яғни қамшы салар дегенді білдіреді. Бұл жаңағы көне түрік сөздігінде кездеседі. Қамшы салу, қамшы басу, жазалауды немесе қамшымен ұруды білдіреді. Клаустонның көне түрік сөздігінде осы келеді, 1972 жылы шыққан кітабында. Көне түркілердің ең кездесетін қамшы мәнді сөзі бұл берге деп аталады. Ғалымдардың айтысынша қарағанда бұл сөз қамшы сөзімен, яғни қамшы сөзінен бұрын қолданылған болып тұр. Ал шуваш халықтарында бұл сөз кездеседі екен. Яғни қамшының ерте атауы бұл берге немесе берга деп аталынады. Бұл древнотүркский словарь Ленинградта 1969 жылы шыққан еңбекте жазылған. Яғни бұны енді қазақша перге немесе берга болып қазақша түрленуі мүмкін. Қазақ тілінде беріп өту, періп жіберу, беріп қалу, сазайын беру, жазасын беру деген сөз тіркестері қамшымен ұруға қолданылады. Оған синоним сөздер ретінде салып қалу, осып өту, шыптырып жіберу, қағып қалу, тартып жіберу тағы басқа сөздерді айтуға болады. Бұлардың барлығы қамшымен жылдам қозғалып соққы жасауды білдіреді. Немесе берга деген сөз бұл берік болуы да мүмкін. Яғни берік сөз мықты, орнықты дегенді білдірген. Негізгі түп мағынасы бек деген сөзден шығуы мүмкін. Яғни қатал, қатты мағынада қолданылған екен. Ал ескі моңғолша, яғни көне моңғолша берік сөзі есебінде бек сөзінің орнына берік түрі келген. Яғни бұл Тува халқында берік деп кездеседі, яғни берік деген мағынаны білдіреді. Енді мағынасы барлығының бірдей. Берік ол берік мәнде сөз болуы да мүмкін. Яғни берге деп отырғанымыз мықты, берік түп мағынасы сондай болуы да мүмкін. Алғашында бек болып, одан кейін оған р әрпі қосылып берік болған болуы мүмкін. Бұл ұғымды жаңағы Клаустонның Encyclopedia Dictionary of деген еңбегінде Оксфордтан шыққан 1978 сол жерде айтылады. Енді кей жерде мұны батыстық зерттеушілер яғни верга деген таяқ, шыбық дегенді білдіреді, сонымен шатастырып жүр, бірақ ол қисынға мүлде сәйкес келмейді. Ал қамшы сөзі кейін пайда болғанын айтылған. Бұл енді ғалымдардың ойынша берге алғаш рет пайда болған, қамшы деген сөз ол кейін пайда болған. Берга сөзінде ге жалғанған көне сөз екенін кездеседі. Көне манихи тілінде бұл берганы парка тілінде кездеседі. Яғни көне манихи тілі дегеніміз бұл манихи тілінде де көне түрік жазулар жазылған, соны айтып отыр. Енді қамшының латын тілінде атаулар, олардың мағыналық ерекшеліктерін алдағы уақытта тағы да талдай жатамыз. Қазір мен сіздерге енді Диуани лұғат ат-түркте қамшыға қатысты қандай деректер бар, соны талдап беретін боламын. Келесі бөлімде қазақ қамшысы туралы түркі европалық деректерді талдайтын боламыз. Соны скиф заманынан бері оны бір бөлек талдаймыз, оның археологиялық деректер бар, оны тағы бір рет бөлек талдаймыз. Одан кейін 16-шы, 19-шы, 20-шы ғасырдағы европалықтардың қазақ қамшылары туралы не жазды, оны бөлек талдайтын боламыз. Берге ұру есекті айдау үшін қолданылатын қамшы немесе таяқ деп аталған. Бұл Махмуд Қашқаридің Диуани лұғат ат-түрк сөздігінің түркше нұсқасында профессор Мелек өз тегін жазған нұсқасы екен, аударылған. Соның 2014 жылғы шыққан осы еңбектен алып отырмын. Бұл өте сенімді нұсқалардың бірі болып табылады. Сол жердегі қамшы туралы не деп жазылған, мен сіздерге соны қысқаша айтып беретін боламын. Одан кейін шап дейді, яғни бұлда қамшыға қатысты айтылған атау, қамшы соғылғанда шығатын дыбыс немесе еріннің шапылдауы, дыбыс еліктеуші. Мысалы, ол өрікті шап-шап етіп жеді дейді, яғни өрікті шалпылдатып жеді дегенді білдіреді екен. Яғни бұл және қамшыға да қатысты айтылады, яғни қамшының дыбысына да қатысты айтылады екен. Одан келесі бір қамшыға қатысты сөз бұл күрт, яғни үйеңкі ағашы күрт деп аталады екен көне түрік тілінде. Бұл таулы аймақтарда өсетін ағаштың түрі, одан садақ, қамшы және таяқ жасаған екен. Яғни үйеңкі ағашынан да кезінде қамшы жасаған айтылады, қамшының сабын жасағаны. Одан келесі бір дерек шауық деп аталады. Шауық дейді, бұл қамшының шашақты бөлігі. Қамшының шашағы дейді, яғни қамшының ұшы, оны кейде пүскіл дейді екен. Махмуд Қашқаридің Диуани лұғат ат-түрк сөздігінде осылай айтылады. Одан келесі қамшы деп айтылады, яғни қамшы, яғни қамшының ерекше түрі, ішінде семсер немесе пышақ тәрізді жасырын жүз орнату арқылы орнатылған қару. Бұның мағынасы қамшының ішіне қылыш, яғни жасырын суық қару бар қамшының түрі екен. Келесі кездескен сөз шапын,
ер атын шабынды, шабын ер атын шабынды, яғни ер адам атын қамшылады. Қазақтарда шабандоз деген ұқсас келеді. Шабу іс әрекетті білдіреді екен. Енді одан кейін сөз ол жермеш, ол шағыш, жермелші, ол қамшы сияқты нәрселердің пүскілін, шашақтарын дейді. Яғни пүскіл деген шашақ орап байлады не көмектесті. Яғни шашақтарын, шашақ деген бұл пүскіл деген сөз. Шашақтарын орап байлауға көмектесті, яғни өрді дегенді білдіреді, енді былай айтқанда. Ярыста айындырыр, чермелшүр, чермешмек дегенді білдіреді, яғни өру дегенге ұқсас. Одан кейін осыған ұқсас бір сөз чермел, яғни чавық чермелді дейді. Чавық чермелді, қамшының ұшы иіліп бұралды. Чермелір, чермелмек, яғни мағынасы қамшының ұшы майысып оралып қалды, бұралу, иілу әрекеті, шырмалуды меңзеп тұр. Одан кейін тағы бір сөз чермет алып ер атын черметлі дейді. Батыр адам атының құйрығын жібекпен өрді дегенді білдіреді екен. Бұл батырларға тән белгі. Кез келген нәрсе бұралып өрілсе де осы мағынада айтылады. Яғни өрілген заттың басы чермелу десе өрілуге байланысты. Тек қана қамшыға емес, барлық затқа айтылады екен. Өрілу, бұралу, бұрылып өру дегенді білдіреді екен. Мағынасы қамшының ұшын қайыспен өріп жасау сияқты әрекет. Қамшыны өру орта ғасырда жақсы таралғанын осыдан білуімізге болады. Енді келесі бір сөз чақ деп аталады екен. Чақ дегеніміз қамшы және оған ұқсас заттардың пүскілі, яғни шашақты ұшы. Ұшы түйілгеннен кішкене шашақ болады ғой, қамшының ұшы өріп түйіліп. Сол жерде айтып тұр. Одан кейін келесі бір сөз чермел, қамшы ұшы, яғни чермел дегеніміз бұл қамшының ұшы иіліп бұралуы. Қамшының ұшының бұралып тұруы дейді. Қамшының ұшы жақ бөлігінің бұралып тұруын білдіреді екен. Одан кейін келесі бір чермеш қамшы және соған ұқсас заттардың пүскілін, яғни шашағының орауға көмектесу немесе бәсекелесу дегенді білдіреді екен. Бұл да қамшыға қатысты сөз. Келесі бір сөз қамшы, бұл қамшының тағы бір мағынасы аттың, сиырдың және түйенің, еркектің жыныстық мүшесін білдіреді, яғни мүшені білдіреді. Бұл сөз қазақтың этнографиялық сөздігінде де осы мағынада кездеседі. Келесі бір сөз қамшыла, яғни қазақша бұл қамшыла болады. Қамшымен ұру, қамшылау, қамшымен ұру, жазалау, дүре соғуды да білдіреді. Осыған ұқсас сөз екен. Яғни бұл мен сіздерге жеткізгенім көне түркі сөздіктерінде қамшыға қатысты қандай сөздер кездеседі, қандай түрлері бар, мен сіздер сонымен бөлістім қысқаша. Енді ары қарай өздеріңіз талқылай жатарсыздар. Қолданылған әдебиеттер бір 3-4 әдебиет қолданым. Жаңағы Диуани Лұғат ат-Түрк сөздігі, оның түркше 2014 жылы шыққан нұсқасы. Одан кейін Клаустонның 1978 жылы шыққан көне түркілердің сөздігі. Бұның ішінде Клаустон Оксфорд баспасынан шыққан. Бұл ғалым Манихей, көне түркі және басқа да ұйғыр соғды жазуларында көне түркілердің сөзіне талдау жасаған үлкен мықты ғалым. Одан кейін және де басқа да Диуани Лұғат ат-Түрк сөздігінің басқа да аудармаларын қолдандым. Сонымен қатар 1949 жылы шыққан көне түрік сөздігі Ленинградта шыққан, соны қолдандым. Енді осылай қысқаша әдебиеттермен таныстырып өттім. Аман болыңыздар.